Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысы мен интегралы. Айталық, y-тен x-тің альфа дәрежесіндегі дәрежелік функциясы берілсін. Дәрежелік функция бұл. Және альфа дегеніміз кез келген нақты сан. Енді бұл дәрежелік функцияның туындысын қалай анықтаймыз? Өзімізге белгілі x-тің альфа дәрежесі, яғни дәрежелік функцияның туындысы мына түрде болады. Альфа алдына түседі, x көбейтілген альфа минус 1. Бізге бұл бұрыннан таныс еді. Яғни бұл дәрежелік функцияның туындысының формуласы. Дәрежелік функцияның туындысы. Енді мысал келтірейік. Мысалы, мынадай дәрежелік функция берілсін. Y-тен 1 бөлінген 3-ші дәрежелі түбір астында x. Осы функцияның туындысын табыңыз дейді. Табайық. Y'-тен 1 бөлінген 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің туындысы. Енді біз дәрежені түрлендіріп аламыз. Мұна формуладағы, яғни түрге келтіріп аламыз x-тің альфа дәрежесіне. 3-ші дәрежелі түбір астында x дегеніміз, ол x-тің 3/1 дәрежесі. Ары қарай бұны тағы да түрлендіреміз. Яғни бұл шектен құтылу керекпіз. 1 бөлінген x-тің 3/1 дәрежесі дегеніміз, ол x-тің минус 3/1 дәрежесі. Жалпы түрге келді. Яғни x-тің альфа дәрежесі деген түрге келді. Енді туындысын табамыз. Минус 3/1 x-тің алдына түседі. Ары қарай x жазамыз. Минус 3/1 минус 1. Енді туындысын таптық. Енді ары қарай түрлендіреміз. Минус 3/1 x-тің минус 3/4 дәрежесі. Ол түрлендіретін болсақ, минус жазып қояйық. 3 көбейту 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің 4 дәрежесінен 1. Ары қарай бұны тағы бір түрлендіретін болсақ, 3 көбейту 3-ші дәрежелі түбір астында x-тің 4 дәрежесінен x шығып кетеді. Сонда қалады. Сонда берілген дәрежелік функцияның туындысы минус 1 бөлінген 3x көбейту 3-ші дәрежелі түбір астындағы x. Ары қарай тағы бір мысал келтірейік. Абсциссасы x-тен минус 1 нүктесінде y-тен x-тің минус 4 дәрежесі функциясының графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз дейді. Екінші мысал. Мынадай дәрежелік функция берілген. X-тің минус 4 дәрежесі. Және абсциссасы x0 минус 1-ге тең дейді. Осы функцияның графигіне жүргізілген жанаманың теңдеуін жазыңыз дейді. Жанаманың теңдеуі. Бұны біз 10-шы сыныпта өткен болатынбыз. Енді тек дәрежелік функция үшін қалай орындалады, соны табайық. Алдымен жанаманың теңдеуі жалпы түрде қалай еді? Y-тен y0 плюс y0 штрих көбейту x минус x0. Келесілерді тауып алайық. Бірінші
берілген функцияға берілген нүктені қойып функцияның мәнін табамыз. Яғни, мына берілген функцияға функциядағы x-тің орнына -1-ді қоямыз. Сонда қалай болады? -1-дің -4 дәрежесі ол 1-ге тең болады. Ары қарай. X-тің -4 дәрежесі дегеніміз ол 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Бұлай мына түрде де жазуға болады. X-тің -4 дәрежесі дегеніміз ол 1 бөлінген x-тің 4 дәрежесі. Сонда x-тің орнына -1-ді қоятын болса, ол 1-ге тең, 1-ді 1-ге бөлеміз, ол 1-ге тең болады. Ары қарай функцияның туындысын тауып алайық. Туындысын тауып аламыз. X-тің -4 дәрежесі туындысы -4 алдына түседі. X -4 -1. Сонда -4 көбейту x-тің -5 дәрежесі. Енді функцияның туындысына, табылған туындысына берілген нүктені қоямыз. Яғни, мына функцияның туындысы табылды, -4 көбейту x-тің -5 дәрежесі. Сондағы x-тің орнына біздің берілген -1 x-тің мәнін қоямыз. Сонда не шығады? 4 көбейту -4 көбейту -1-дің -5 дәрежесі. -1-дің -5 дәрежесі бұл тақ болғандықтан ол -1-ге тең болады. Немесе ол мына түрде жазуға болады. X-тің -5 дәрежесі ол 1 бөлінген x-тің 5 дәрежесі. -1-дің 5 дәрежесі ол -1-ге тең. Сонда 1-ді -1-ге бөлетін болсақ, -1 шығады. Сонда -4 көбейту -1 ол 4-ге тең болады. Енді мына теңдеудегі барлық керекті белгісіздерді таптық. Енді орнына қояйық. Y 0-ге тең. Яғни берілген функцияға мәнін қойдық, ол 1-ге тең болды. 1 плюс y' тің мәні неге тең болды? 4-ге тең болды. Плюс 4 x ол белгісіз айнымалы, минус x0 дегеніміз ол -1-ге тең. Сонда мынадай түрде болады. 1 плюс 4 x плюс 1. Түрлендіретін болсақ, 1 плюс 4x плюс 4 ол тең болады 4x плюс 5. Сонда жанаманың теңдеуі 4x плюс 5. Ары қарай. Енді дәрежелік функцияның интегралының формуласымен танысайық. Мынадай дәрежелік функция берілсін. Y тең x-тің бетта дәрежесі. Мұндағы осындай дәрежелік функция берілсін. Енді осы дәрежелік функцияның интегралын қалай табамыз? Ол мына формуламен анықталады. Бұл формуланың жалпы түрі бізге таныс. X-тің бетта дәрежесі dx тең x-тің бетта дәрежесі плюс 1 бөлінген бетта плюс 1 плюс с. Мұндағы бетта дегеніміз -1-ден өзге сан. Яғни дәрежелік функцияның интегралы осы формуламен анықталады. Интегралы. Енді мынадай мысал қарастырайық. Y тең 1 бөлінген 2x түбірасында x дәрежелік функциясының 1-ден 4-ге дейінгі анықталған интегралын есептеңіз дейді. 1-ден 4-ге дейінгі. Шегі 1-ден 4-ге дейін интегралдың
функциямыз 1 бөлінген 2х түбірастында x dx. Енді осы дәрежелік функцияның анықталған интегралын есептейміз. Бірінші, мына дәрежелік функцияны x-тің бетта дәрежесі түріне келтіріп аламыз, яғни түрлендіреміз. Бірінші 2-ден 1-ді алдына шығарып жіберейік. Интегралдың алдына 2-ден 1 шығарып жібереміз. Интегралын 1-ден 4-ге дейін. Енді x түбірастында x дегеніміз бұл 1 бөлінген x-тің мына жерде 2-ден 3 дәрежесі болады. dx. Ары қарай тағы түрлендіреміз. 1 бөлінген x-тің 2-ден 3 дәрежесі дегеніміз ол x-тің минус 2-ден 3 дәрежесі. x-тің бетта дәрежесі dx түріне келтірдік, енді интегралын табамыз. 2-ден 1 жазып қоямыз. x-тің минус 2-ден 3 дәрежесі плюс 1 формула бойынша минус 2-ден 3 плюс 1. 1-ден 4-ге дейін шегі. Ары қарай түрлендіретін болсақ, 2-ден 1 көбейту x-тің минус 2-ден 1 дәрежесі бөлінген минус 2-ден 1 шегі 1-ден 4-ге дейін. Мына жерде 2-ден 1 мен 2-ден 1 қысқарып кетеді, сонда минус 1 қалады. Сонда мына жерде минус 1 бөлінген x-тің 2-ден 1 дәрежесі болады, ол түбірастында x 1-ден 4-ге дейін. Енді шектерін қоятын болсақ, минус 1 бөлінген 2 болады, яғни түбірастында 4 дегеніміз 2-ге тең. Минус мына жерде 1 бөлінген 1 болады, ол 1-ге тең. Сонда минус 2-ден 1 плюс 1 тең 2-ден 1. Сонымен бүгінгі сабақта нақты көрсеткішті дәрежелік функцияның туындысымен, интегралының формуласымен танысып және бұл формулаларды қолдануды үйрендік.